Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жай бөлшектерді қосу және азайту. Оқу мақсаттары: бөлімдері бірдей бөлшектерді қосу және азайтуды орындау, бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу және азайтуды орындау. Бөлшектер викторинасы. Жаңа тақырыпқа дайындықты тексерейік. Бөлшектің алымы жоғарғы сан. Нені білдіреді? Алым бүтіннен қанша тең бөлік алғанын көрсетеді. Бөлшектің бөлімі, төменгі сан, нені білдіреді? Бөлім бүтін қанша тең бөлікке бөлінгенін көрсетеді. 5-тен 7 бұл дұрыс бөлшек, дұрыс па, әлде бұрыс па? Бұл бізде бұрыс бөлшек. Бұрыс, бұл бұрыс бөлшек, себебі оның алымы бөлімнен үлкен. 2/4 аралас санын бұрыс бөлшекке айналдырайық. Жауабымыз 2-ге 4-ті көбейтеміз, 8, 8-ге 1-ді қосамыз, 9. Демек 4-тен 9 болу керек. Жауабымыз 4-тен 9. 6 және 8 сандарының ең кіші ортақ еселігін тап. Ең кіші ортақ еселігін тауып көрейікші. 6 және 8 сандарын жіктеп жазайық. 6 және 8 сандарының ең кіші ортақ еселігі бізде болады 42. 6 және 8 сандарының ең кіші ортақ еселігін табайық. 6 және 8 сандарының ең кіші ортақ еселігі бізде болады 24. Жауабын тексерейік. Иә, 24. 6-ның еселіктері 6, 12, 18, 24. 8-дің еселіктері 8, 16, 24. Ең кіші ортақ еселігі екеуінде де 24. Жарайсың, сен бөлшектерді қосу және азайту тақырыбына дайынсың. Келесі. Бірінші бөлім. Бөлімдері бірдей бөлшектер. Егер барлық пицца үлестерінің өлшемі бірдей болса, яғни бөлімдері бірдей болса, оларды қосу өте оңай. Мысалы, сенде 8-ден 1 пицца бар. Досың саған тағы 8-ден 3-ін берді. Сенде барлығы қанша пицца болды? 8-ден 1-ге қосамыз 8-ден 3-ті. Бөлшектің бөлімінің өзі қалады, алымдарын қосамыз. 1-ге қосамыз 3-ті, тең болады 4-ге. Екеуін де 4-ге қысқартамыз. Сонда бізде болады жауабымыз 2-ден 1. Ереже: бөлімдері бірдей бөлшектерді қосқанда, олардың алымдарын қосып, ал бөлімін өзгеріссіз қалдыру керек. Мысалы, 12-ден 4 қосылған 12-ден 3. Онда біз бөлімнің өзін қалдырамыз, алымдарын қосамыз, 4-ге қосамыз 3-ті, тең болады 12-ден 7. Мысалы, сенде 6-дан 4 бөлік шоколад бар еді. Сен 6-дан 1 бөлігін жеп қойдың. Қанша қалды сенде? 6-дан 4 азайтылған 6-дан 1 тең болады, бөлшектің бөлімін өзін қалдырамыз, алымдарын азайтамыз, 4-тен 1-ді азайтамыз, 3. 6-дан 3. Екеуін де 3-ге қысқартамыз, жауабымыз 2-ден 1. Ереже: бөлімдері бірдей бөлшектерді азайтқанда, олардың алымдарын азайтып, ал бөлімін өзгеріссіз қалдыру керек. Мысалға, 7-ден 5 азайтылған 7-ден 2. Тең болады. Бөлшектің бөлімін өзін қалдырамыз, алымын 5-тен азайтамыз 2-ні, тең болады 7-ден 3. Бөлшектерді сәйкестендір. Болса тақырыптың жауабын комментарияға қалдырып кетсеңіздер, оқушылар. Келесі. Екінші бөлім. Бөлімдері әртүрлі. Басты қиындығымыз бізде. Сенде пиццаның 2-ден 1 жартысы, яғни, ал досыңда 4-тен 1 ширегі бар. Екеуін қосуға бола ма? Қалай ойлайсыңдар, оқушылар? Жарты бөлікке, жарты пиццаға 4-тен 1 бөлігін қосуға болады ма? 2-ден 1 қосылған 4-тен 1. Ойланып көрейік. Шешімі ортақ тіл табу. Ортақ тіл бұл дегеніміз ортақ бөлім. Пиццаны бірдей үлестерге бөлейік.
ең үлкен үлесті 2-ден 1-ді кішірек үлестерге 4-тен 1-ге кесейік. Мына үлкен бөлікті кішірек бөліктерге кесейік. 2-ге кескен кезде бізде 2 бөлік тілім пайда болды. Енді қосып көрейік. Демек, бөлшектің бөлімінің өзі қалды. Алымдарын 2-ге 1-ді қосамыз. Демек, болады 4-тен 3 бөлігі. Бізде тура шықты ма, оқушылар? Питсамыз. Енді ереже. Бөлімдері әртүрлі бөлшектерді қосу, азайту үшін оларды ең кіші ортақ бөлімге келтіру керек. Мысалға, бізде 3-тен 1 қосылған 4-тен 1. Есепті қалай шығарамыз? Ең кіші ортақ бөлгішін табамыз. 3 және 4 сандарын жай бөлшектерге жіктейміз, жай көбейткіштерге жіктейміз. 3-тің көбейткіші 1, 4-тіңкі 2 және 2 сандар, жай сандардан құралады, Екеуінде ортақ сан бізде жоқ. Демек, 3-тіңкі 3, 4-тіңкі 2 және 2. Бар санды көбейтеміз, 3-ке көбейтеміз 2-ні, көбейтеміз 2-ні, тең болады 12. Демек, ең кіші ортақ бөлгіші 3 және 4 сандарынікі 12. Бөлшектің бөлімі 12. 12-ні 3-ке бөлеміз 4-тен тиеді, 12-ні 4-ке бөлеміз 3-тен тиеді. 4-ке 2-ні көбейтеміз 8, 3-ке 1-ді көбейтеміз 3. Енді бізде бөлшектің бөлімі бірдей. Өзін жазып қоямыз. Алымдарын қосамыз. 8-ге қосамыз 3-ті. Жауабымыз 12-ден 11. Келесі. 15-тен 7 азайтылған 18-ден 5. Азайтып көрейікші. Ең кіші ортақ бөлгішін табайық. 15 және 18 сандарын. Жай сандарға жіктейік. 15 саныкі 3 және 5 сандарынан құралады, ал 18 2 көбейтілген 3 көбейтілген 3. Кеттік. Екеуінде ортақ сан бізде 3. Қалған сандарды жазып қоямыз. Демек, біздің көбейткіштерге жіктегенде 5 көбейтілген 3 көбейтілген 2 көбейтілген 3 болады. Барлығын көбейткенде жауабымыз 90. Демек, ең кіші ортақ бөлгіші 15 және 18 сандарынікі 9. 90-ды 15-ке бөлеміз 6-дан тиеді, 90-ды 18-ге бөлеміз 5-тен тиеді. 6-ға 7-ні көбейтеміз 42, 5-ке 5-ті көбейтеміз 25. Бөлшектің бөлімі бірдей, демек өзі қалады. Алымдарын азайтамыз. 42-ден азайтамыз 25-ті, 90-дан 17. Енді келесі. 3 азайтылған 5-тен 2. Азайтуға болады ма? Бізде мұнда 3-тің астында көрінбейтін 1 бар, Енді ең кіші ортақ бөлгішін табайық. 1 және 5 сандарынікі. 1-діңкі 1, ал 5-діңкі де 1 көбейтілген 5. Демек, ең кіші ортақ бөлгіші екеуіндікі де 5-ке тең. Демек, бөлшектің бөлімін жазамыз. 5-ті 1-ге бөлеміз 5-тен тиеді, 5-ті 5-ке бөлеміз 1-ден. 5-ке 3-ті көбейтеміз 15, 1-ге 2-ні көбейтеміз 2. Демек, бөлшектің бөлімі бірдей өзі қалады. Алымдарын азайтамыз. 15-тен азайтамыз 12-ні. Тең болады 5-тен 13. Бұл бізде бұрыс бөлшекті аралас бөлшекке келтіреміз. 2,5-тен 3. Бөлшектер тесті. Ал сұрақ. Бұл сұрақтың жауаптарын сендер комментарияға қалдырсаңдар, оқушылар? Мұнда не істейміз? Екеуінің ең кіші ортақ бөлгішін тауып алып есептейміз. Мұнда да дәл солай. Келесі тақырыпқа өте берейік. Келесі, бөлшектер викторинасы. Не үйрендік бүгін? Тексеріп көрейікші. Бірдей бөлімі бар бөлшектерді қосқанда не істейміз? Тек не істейміз? Алымдарын қосамыз. Дұрыс. Бірдей бөлімі бар бөлшектерді де тек алымдарын қосамыз, немесе азайтамыз. Келесі сұраққа өтейік. Әртүрлі бөлімі бар бөлшектерді қосу үшін алдымен нені табу керек? Ортақ бөлімді табу керек. Өте жақсы. Әртүрлі бөлімдерді бірдей етіп, ортақ бөлім табу керек. Келесі сұраққа кетейік. 2-ден 1-ге қосамыз 4-тен 1-ді. Екеуінде де ортақ бөлімі 4, мұнда 2-ден, мұнда 1-ден, 2-ге 1, 3. 4-тен 3 болады жауабымыз, Керемет, дұрыс қой, Келесі сұраққа кетейік.
қосудың қандай қасиеттерін пайдалануға болады? Қосудың қандай? Ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін пайдалануға болады. 5-тен 3 қосылған 10-нан 5 есептеу үшін ортақ бөлім қандай болады? Ортақ бөлімі 10. Керемет. Сен енді бөлшектердің нағыз чемпионысың. Есте сақтаңыз. Бөлімдері бірдей болғанда тек алымдарын қосамыз немесе азайтамыз. Ал егер бөлімдері бірдей болмаса, тең бөлшектерді қолдануға болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, пікір қалдырып, өз ойларыңызбен бөліссеңіздер болады. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.